Қуанса бала қуансын, берсең балаға бер, айта жүрер деген мақалды ата-бабамыз тегіннен тегін айтпаса керек. Дәл осы ұранды мақсат еткен Мыңбұлақ ауылының тұрғыны, кәсіпкер Ералы мырза жаңа жыл қарсаңында балабақша балаларын сыйлықтармен қуантты. Мұны өзінің азаматтық борышы ретінде қарайды. Бүлдіршіндер үшін жаңа жыл басты мерекелердің бірі. Ал мұндай маңызды күнде оларды қуантқан жанды ұмытпайтыны анық. Сол себепті әрбір кішкентай баланың күлкісі үшін жаңа жылда оларды қуанту мақсатында ұйымдастырылған іс екен. Құрметті Мыңбұлақ ауыл округінің тұрғындары, бүгін мынау Бақыт балабақшасында үлкен іс-шара өтіп жатыр. Бұған демеушілік жасап, Ділдаев Ералы Қырқынбайұлы өте демеушілік жасап, мына балдарды қуантып жатқан жағдай бар. Құрметті елді мекеннің тұрғындары, сіздерді мына кіріп келе жатқан 2024 ұлы жылмен шын жүректен құттықтаймын. Және де мына Ералы кәсіпкер бауырымызға кәсібің жоғары дөңгелей берсін дегім келеді. Бұл Ералы деген жомарттығын көрсетіп, ауданымыздың экономикалық жағдайын көтеруге өз үлесін қосып жатқан жағдай бар. Мына қазақта мақал бар: 100 жылдығын ойлаған адам бір жылдығын ойлаған адам егін егеді, 100 жылдығын ойлаған адам тал егеді, 1000 жылдығын ойлаған ұрпақ тәрбиелейді демекші. Бұл үлкен саналы тірлік істеп отыр. Бүгін балабақшаға балдарды қуантуға ойыншықтарын, тәттілерін әкеліп жатқан жағдай бар. Алла тағала ісіңізге береке берсін. Әрдайым осы балабақшадан, осы бөген орта мектебінен үлкен жоғары білімді азаматтар мен азаматшалар шығып, биіктен көріне беруіне шын жүректен тілектеспін. Жаңа жыл құтты болсын. Барлығыңызға бақыт, жақсылық тілеймін отбасыларыңызға. Айтуынша, кәсіпкер мал шаруашылығымен 1997 жылдан бастап айналысады. Қазіргі таңда 45-50-ге жуық асыл тұқымды қойлар бағып отыр. Бұл тек кәсіпкерлік қана емес, күнделікті әдетке айналған. Осындай еңбектің нәтижесінде атап айтқан сыйлықтар балаларға сыйланып отыр. Кәсіпкерлігі жайында Ералы мырзаны сөзге тартқан едік. Өз аузынан толық естісек. Мен осы Мыңбұлақ ауылы, бұрынғы Бөген совхозы, қазіргі Мыңбұлақ ауыл әкімшілігінде туылғанмын. Осы жерге дүниеге келгенмін. Осы жерде есімім Ділдай Ералы Қырқынбайұлы, Біржан шаруа қожалығының төрағасымын. 1995 жылдан бері қарай осы шаруашылықтамын, мал шаруашылығындамын. Біржан шаруа қожалығында 1000 бас аналық бас мал бар, туатын. Асыл тұқымда жаңағы қылшық жүнді. 300 бас ұрғашы жаңағы тоқты бар. Келесі жылға саулық атардың орнын басатын. 40 бас қошқар бар. 4 үйір жылқы бар. Сол шаруа қожалықта. 3 ұлым бар. 2 келінім бар. Немерелерім бар, 5 немерем бар. Сосын 5-6 жұмысшым бар. Басқа айлық төлеп, пенсионный құйып тұратын. Одан кейін осы шаруашылық 95-тен бастады, қиыншылықты көрдік. Небір қиыншылықтар өтті. Қазір осы қазіргі таңда жаман емес, шаруашылықтың нәтижесі шықты. 14-15 қойдан бастаған кезінде. Қазір енді осы малға жетті. Үкіметтің де жәрдемі бар, беріліп атқан, өзіне лайықты. Шаруашылық жақсы, жұмыс істеймін деген адамдарға, өзімізден кейінгі ауылдың жас азаматтары бар, қазіргі жұмыс жасап атқан. Олар да жақсы көркейіп келе жатыр. Малдан басқа техникалар бар. Қазағара қаржыдан алғанбыз, трактор бар. Сосын кішігірім жер бар, оны жаңағы жоңышқа егеміз, малға дайындаймыз, азыққан. Одан кейін шөп бізде сатып алынады. Бізде көбіне шөп шықпайды. Бұл Мыңбұлақ ауыл әкімшілігінде шөптің бәрін айтқанда көбісі сатып алады. Өйткені онша малға біз шөп жеткізе алмаймыз. Жем сатып аламыз. Алатын жаңағы темел жерден алынатын 3-3,5 пресс шөп түседі, ол оған жетпейді. Біз 15 000, 20 000, 25 000 пресске дейін шөп түсіреміз. 15 тоннаға, 20 тонна, 30 тоннаға дейін жем түсіреміз. Әр жылына қарай енді ол. Мал жаңағы жер несібелі дейді ғой. Жерде жаңағы болмай қалып, қар басып қалған жылдары көп кетеді. Мынандай ашық кездер әйтеуір жайып шығуға ұмтыламыз. Сосын сиыр бар. 10-15 сиыр бар, сол жұмысшыларға сүт болсын деген. Сол осы шаруашылық. Малдан пайда түскенде қазіргі неде енді
биылғы нелерде ет арзан қазір бізде. Өйткені бізден сол жоғарғы бағаменен алмайды, бізден 1900-ден 1950-ден бағалап алады қойды. 2000-нан бағалап алады, ары кеткенде ұзағы. Біз содан бағалап береміз, базарда сондайдан алады. Қасапшының өзі де қазір неге өткіземіз, апарып. Сол 1900-ден 1950-2000 теңгеден бағалап алады ғой малды. Соны сөйтіп береміз. Болды. Пайда болғанда пайдасы бала шағамызды асырауға жетеді. Жаңағы 5-6 адамға кішкене айлыққа жетеді. Күнкөріске жетеді, жақсы, жалпы жаман емес. Күніміз енді сол неден болып тұр ғой, мал шаруашылығынан. Бұл жерде осы әуліде 40 бас қошқар бар. Қошқардың нелері қымбат неменен, бағаменен алынған. Тұқым асылдандыру осы Бәйдібек ауданы Мыңбұлақ ауыл әкімшілігінде осы 97 жылдан бері қарай мен мал бағып келем. Қазіргі таңда сол малды асылдандыруменен айналысып жатырмыз. Қазіргі таң болғанда содан бері қарай түзеп келе жатқанбыз. Қазір жақсы. Мұның ішінде анау 6 айлық қозылар бар, күйектен келген. Сосын мынау қошқарлар бар. Ар жақта тағы тұр қошқарлар. 43 бас қошқар бар осы жерде қазір. Әртүрлі порода ма? Бұның бәрі қылшық, қисары дейді ғой. Қара, сондай нелер, қойлар. Құлақтары ұзын болады. Тоқты кезінде салмақтары 50 кило болады, 60 кило болады, 50 килодан средний 50 килодан тоқты күнінде жасайды бұлар. Үлкендері, таза еттері, жаңағы таза еті мыналардың 50 кило жасаса, тоқтылардың, анау дәу қошқарлардың таза еттері 100 килоға дейін, 80, 90, 100 килоға дейін жасайды. Ал Мыңбұлақ ауылының тұрғындары да Ералы мырзаны жақсы таниды, жасаған істерін айтып, мақтанып жүреді. Бүгінде ауыл тұрғындарынан бөлек балабақша қызметкерлері де, ата-аналар өз алғыстарын айтып, жаңа жылда ыстық лебіздерін жолдады. Осылай бірлесіндегі керемет эмоция сыйлаған үшін олар да қуанышты. Мұндай жомарттықты көріп өскен балалар да жан-жағына мейірімді болып өседі. Ал жасалған жақсылық мың еселеп қайтатынын айтып жарысты. Құрметті көрермен қауым, бүгін мынау Мыңбұлақ ауыл әкімшілігінде бақыт балабақшасы бар. Енді қазақша айтқанда балаларды тәрбиелейтін жастайынан үлкен бір қасиетті мекеме ғой. Бала бақыты деген бар қазақта. Сол бала бақытына ортақтасып, ауылдағы бауырымыз Қырғынбайұлы Ерал деген бауырым сол балаларға сәбидің күлкісіне арнап бүгін бірнеше сыйлықтар жасады. Біз сол бүгінгі болған іс-шараның куәсі болып өте қуаныш жағдайда болдық. Ал енді бұл Ералы інімізге келетін болсақ, бұл жеке кәсіппен айналысатын осы ауылдың елге елеулі азаматы. Ал енді кәсіптің нәсібі деген болады. Сол кәсіпті жеке меңгеріп, заманға лайықты өзінің орнын таба біліп, кәсіпті ары қарай жетілдіріп, халыққа қолдан келген игі жақсы шараларын үнемі беріп келе жатқан Ералы бауырымызға рахмет. Әр уақытта осындай халық үшін игі жақсы жерлерден, биіктерден көріне береді. Ал енді кәсіптің нәсібіне жету үшін ол аянбай еңбек ету керек. Мен осы Ералы бауырымыздың осыншама еңбекке, осындай биікке жеткеніне өзім куәмін. Ол семьядан бөлініп шыққалы бері осы кәсіптің соңында кетті, ақыры осының нәтижесіне жетіп, мінекей осындай халықтың құрметіне еленіп отыр, бөленіп отыр. Ал енді соның куәсі бүгін мынау бақыт балабақшасына өзінің жеке қаражатынан мынау сәбилерге, сәбидің күлкісіне арнап керемет сыйлықтар жасады. Соның куәсі болдық. Ал енді ол орадағы балалардың күлкісі, қуанышы деген ол отанымыздың қуанышы. Ол келешек тәрбие, оларға деген тәрбие. Ал енді мынау Ералы ініміздің, бауырымыздың кәсіпкерлігі, бүгін істеген жақсылығы, іс-шарасы, қолынан келген еңбегі, пейнеті бүкіл елдің мына жастарына үлгі өнеге деп ойлаймын. Ералы бауырымызға бұдан былай тілейтініміз әр уақытта биіктен көріне берсін, халықтың қалаулы болсын, еліне елеулі болсын. Ал енді құрметті мынау көрермендер, жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жылда жаңа табысқа жете беріңіздер. Енді қазақтың календарында, шығыс календарында ұлы жылы дейді ғой, ұлы жыл, қасиетті жыл дейді, сабырлы жыл дейді. Сол бәріміз сабырлы болайық, бай қуатты болайық. Әр уақытта жаңа жыл жаңа табысымен, жаңа берекесімен, байлығымен келе берсін. Біріншіден Мыңбұлақ ауыл округін елді мекенін жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын шын жүректен. Жаңа жылда жаңа табыс, жаңа бақыт әкелсін әрбір отбасына. Отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Мыңбұлақ ауыл округінің азаматы Қырғынбай ұлы Ералы ағайымызға үлкен рахмет. Бүгін балдарымызды қуантып, ойыншыққа демеушілік жасап жатыр.
үлкен рахмет, істеріне береке берсін, отбасылары аман болсын. Рахмет үлкен, қуанышымыз шексіз. Біз Ерекең екеуміз отандасқанымызға 30 жылдай уақыт болыпты. Соның ішінде қазіргі таңда 27-28 жылдайында мал шаруашылығына айналысып келе жатырмыз. Отбасылық кәсіпке айналған қазіргі таңда. Соның қазір ұлдарымыз бар, отбасымызда 3 ұлымыз бар, 2 келін және 5 немеренің ата-әжесіміз. Қазіргі таңда сол кәсіпті ұлдарымыз, келіндеріміз бәрі қолға алып, дамытып, жұмысын жасап, жалғасын тауып келе жатырмыз. Алдағы уақытта балаларға қуаныш сыйлау мұнымен тоқтап қалмақ емес, бұл тек бастамасы дейді. Ендеше біз тек сәттілік серік болсын дейміз.